Бекзат Саттарханов туралы 10 дерек. Бекзат Сейілханұлы Саттарханов 4 сәуір 1980 жылы Түркістан қаласында Қазақстанда туылған. 31 желтоқсан 2000 жылы Шымкентте Қазақстанда қайтыс болған. Қазақстандық боксшы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қазақстанға еңбек сіңірген спорт шебері. Жылы өткен Сидней Олимпиадасының жартылай жеңіл салмақ бойынша чемпионы, 57 келіге дейін. Бірінші дәрежелі барыс орденінің бірінші иегері. Қоңырат тайпасының Божбан руынан шыққан. 1986-1996 жылдар аралығында Абай атындағы мектеп-интернатта, кейін Жұмабек Еділбаев атындағы 18-ші орта мектепте оқиды. 1995 жылы алғаш рет бокс үйірмесіне жазылып, балалар бапкері Нұрлан Жұмабаевтан тәлім ала бастайды. Заң саласы мамандығын игерген. Алдымен Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің дене шынықтыру факультетіне түсіп, кейін Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің заң факультетін тәмамдаған. Бекзат Сейілханұлы Саттарханов шаршы алаңда 143 жекпе-жек өткізіп, оның 132-сінде жеңіске жеткен. Сидней Олимпиадасындағы жеңісі үшін президент Нұрсұлтан Назарбаев Бекзат Саттархановқа бірінші дәрежелі барыс орденін табыс етті. Тарихта Бекзат барыс орденінің тұңғыш иегері ретінде қалды. 1995 жылы 15 жасында Түркістан қаласында өткен З. Сейітбековті еске алу турнирінде тұңғыш рет топ жарған Бекзат өмір бойы осы жүлдесінің өте ыстық екенін айтып өтті. Түркістан 95 деген жазуы бар қыш құмыраны Сидней Олимпиадасының алтынымен тең көрген. Дәл сол жылы жасөспірімдер арасындағы халықаралық жарыста жеңімпаз атанып бапкерлер көзіне түсе бастайды. 1996 жылы Қостанай қаласында өткен бокстан жастар арасындағы Қазақстан Республикасының ішкі біріншілігінде чемпион атанады. Дәл сол жылы Шымкенттегі Анатолий Визирякин атты бапкердің қармағына өтіп, Полыс орталығындағы мектеп-интернатта жаттығуды бастайды. 1997 жылы Қарағанды және Германиядан Кельн қалаларында өткен халықаралық турнирлерде топ жарады. Сонымен қатар Олимпиадаға даярлау облыстық орталығында қабылданады. 1998 жылы Бекзат үшін табысты болды. Сол жылы Аргентинада өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында күміс жүлдегер атанды. Қостанай қаласында өткен жарыста 54 келіде сынға түскен ол Марат Мәзімбаевтан ұтылып қалғанымен бапкерлер сеніміне шығып, ұлттық құрамаға қабылданады. Түркістан қаласында Әбдісалам Нұрмахановтың құрметіне өткен халықаралық турнирде жеңімпаз атанып қоймай, жарыстың ең үздік боксшысына берілетін сыйлыққа ие болады. Сағадат Нұрмағамбетов атындағы халықаралық турнирдің жеңімпазы атанады. Таиландта өткен бүкіл Азия біріншілігінде жүлдегер қатарына ілігеді. 1999 жылы Венгрия және Болгарияда өткен халықаралық турнирлерде оза шауып, Ташкентте өткен бүкіл Азия біріншілігінде күміс жүлдеге қол жеткізеді. Дәл осы күміс жүлдесімен бірге Сидней Олимпиадасына жолдамасына ие болады. Бекзаттың қысқа ғұмырында 2000 жылы тек Сидней Олимпиадасындағы жеңісімен ерекшеленбейді. Ол мұхиттағы арғы бетіндегі 4 жылдық додасына аттанғанға дейін Қырғызстанда өткен Орта Азия ойындарында, Испанияда жалауы желбіреген халықаралық жарыстарда жеңіс тұғырына көтеріледі. Астана қаласындағы Қазақстан Кубок кездесуіне қарсыласын айқындай басымдықпен жеңіп, Чехияда өткен Гран-приде жеңімпазға берілер кубокты төбесіне көтереді. Мәскеудегі ТМД елдерінің біріншілігінде 4 жүлдемен қатар сайыстың үздік боксшысы деген атақты еншілейді. Бекзат Саттарханов Сидней шаршы алаңындағы алғашқы кездесуін румын боксшысы Боберанд Овидиу Тибериуға қарсы өткізді. Жекпе-жектің бірінші раундында өткізген өзіне бір жұдырық таратпай 4-0 есебімен алда тұрды. Екінші раундта табло 8-2 есебін көрсетіп тұрды, ал ең соңында төрешілер 14-5 есебімен бұл кездесудің сөзсіз жеңімпазы деп Бекзатты таниды. Олимпиаданың 8-ші күнінде Бекзат африкалық Джеффри Матебуламен қолғап түйістіріп 16-5 есебімен қарсыласын тізе бүктіреді. Сиднейдегі екінші кездесуде Бекзаттың жеңісімен аяқталатын болатын. Олимпиададағы үшінші кездесуінің өте тартысты болғанын бұқаралық
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне бекзаттың өзі мойындады. Кезінде Грузияда жаттығып, кейін Түркияның намысын қорғаған Рамазан Палианимен арадағы тартыс 12-11 есебімен бекзаттың пайдасына шешілді. Мароккалық Тахар Тамсамани мен бекзат 27-ші жазғы Олимпиада ойындарының жартылай финалында жолықты. Егер бұл сыннан өтсе, Олимпиада алтынынан таласуына мүмкіндік туатын еді. Өз мүмкіндігін құр жібермеген бекзат 22-10 есебімен қарсыласын қаппыда қалдырады. Бекзаттың финалындағы қарсыласы әлем чемпионы америкалық Рикардо Хуарес еді. Ол Сидней финалына жету жолында Атланта Олимпиадасының чемпионы Си Камсингті тізерлеткен мықты боксшы болатын. Атақ алысқа кеткен қарсыласын Бекзат Саттарханов 22-14 есебімен жеңіп, Сидней Олимпиадасының чемпионы атанады 57 келіде. Бойы 1,70. Назарларыңызға рахмет.